Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Күлтөбе подкастының бірнеше эпизодын ұлттық және этникалық identity және қазіргі Қазақстандағы ұлттың қалыптасуы тақырыбына арнағымыз келеді. Осы тақырыптағы эпизодтарды мен Индира Алибаева жүргіземін. Және бүгінгі менің қонақтарым Камила Смагулова, саясаттанушы, Paper Lab зерттеу орталығының сарапшысы. Камиланың ғылыми қызығушылықтарына жастардың арасындағы ұлттық идентификация процестері кіреді. Екінші қонағымыз Жадыра Кеңесбек. Жадыра КИМЭП университетіндегі Қытай және Орталық Азияны зерттеу орталығында ғылыми ассистент. Және Жадыра Қытайда докторантурада оқып келген. Сол кезде Жадырадағы ең бір мазалайтын сұрақ ол identity сұрағы болған. Әрі Жадыра менің құрбым. Біз әр кездескен сайын осы identity дегенне, қазақ дегенді қалай біз анықтаймыз деген сияқты сұрақтар өте көп болған. Сосын Жадыраны подкастқа шақырдым. Осы тақырыпты біз бірге талқылайық деп. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбына келетін болсақ, бүгін мен осы жалпы identity деген термин, ұғым, identity деген ол не, Қазақстанда қазір жастардың арасындағы әсіресе қандай жаңағы өзін өзі анықтау трендтері бар, сол туралы сөйлескім келеді. Сосын жалпы қазіргі кезде меніңше біз кімбіз, identity, қазақ identity, қазақстандық деген деп айтамыз ба деген сияқты талас тартыстар бір көп айтылатын сияқты. Бір жағынан қарасаң бір талқылана беретін, түбі жоқ, бітпейтін әңгіме сияқты көрінеді. Мен мына сұрақтан бастағым келіп жатыр. Жаңа Камиламен сөйлесіп қалғанда айтты, оны сөйлесе беріп бұл тақырыпта не істейсіңдер деген сияқты сұрақтар бар, иә? Біз не үшін жаңа ұлттық identity, өзіміз кімбіз деген сұрақты не үшін біз талқылауымыз керек? Камила мүмкін. Түбі жоқ деп айтып қалдыңыз ғой? Менің ойымша қазір сөйлесе беріп әйтеуір бір түбін табамыз. Қазір түбін іздеудеміз. Қазір бізде сондай бір quest for identity, яғни өзінің болмысымызды табу дәуірі. Әсіресе жастар үшін. Әсіресе тәуелсіздіктен кейін туған жастар үшін, немесе енді 35 жасқа дейінгі жастар үшін. Өйткені мен ойлаймын, бұл демографиялық топ үшін өздерінің ұлттық болмысы, ұлттық identity деген қазір болмыс деп аудара берейін. Мүмкін келіспейсіздер, мүмкін келісесіздер енді. Бірақ кім біз және болмысымыз кім, болмысымызға не кіреді деген сұрақ. Және оны не үшін талқылау керек? Өйткені бізде әлі тарихи жадымызда біз өзіміздің өткен шағымызды саралап, сараптап көрмедік. Біз өзіміздің тарихымызды азда-базда білеміз, болашаққа деген даму векторларымыз бар, бірақ кешегі күннің қазіргі күнге әсері және оны біздің кім екенімізді қалай қалыптастыратыны мен ойлаймын әлі сұрақ тудырып отыр. Және қазір сол біз түп қазығын табу үрдісіндеміз. Қазір мысалы осы подкастқа келіп отырғанымызда ол бір жауап іздеу. Сұрақ көп, жауап аз. Сұрақты қоя берсек, әйтеуір бір жерден жауап табылады. Біз мүмкін біздің подкастымыз біреуге қазір жауап болуы мүмкін. Енді не үшін identity деген нәрсені сөз қылып неге талқылау керек, оның маңыздылығы қандай дегенге мен енді нақты жауабым жоқ, шыны керек. Мен өзім жаңағы Индирамен кездескен сайын мен антропологпын дегенде, сен адамдарды зерттейсің ғой. Онда менде сұрақ бар. Identity деген не? Сен қалай жауап бересің? Мысалы, шетелге шыққан кезде Индира қиналған жоқсың ба? Мысалы, сен кімсің деген сұраққа жауап іздеп қиналған жоқсың ба деп Индирадан сұрайтын болатын. Мен өзім қатты қиналдым негізі. Мысалы, әртүрлі елден келген адамдар жиналады. Сол кезде бір-бірін тануға ол бір жағынан өздерінің мәдениеті туралы, өздерінің тілі туралы, болмаса күнделікті бір болмысы туралы айтады ғой. Мысалы, жапондық десе біз бірден білеміз, жапондықтың мысалы жасайтын заттары өте сапалы, тілі мынандай, одан кейін өте тәртіпті болады деген сияқты, мысалы, қазақ қандай болады? Әртүрлі да, сен айта алмайсың қазақ мынандай. Даже мысалы басқа елден келген Қазақстан туралы ешқашан естімеген адамдар сұрап жатады да, мысалы, маған тек осы Қазақстанда ғана жейтін тамақ қандай деген сияқты. Жоқ, шын мен мысалы египеттік бір тамақ дайындадым, мынау деген poor, like
pure Egyptian. Мынау ешқандай мысалы араб елдерінде жоқ осындай тамақ, мысалы Қазақстанда. Не көрсетесің? Не көрсете? Не айтам? Бауырсақ десең, бауырсақ былай қарасаң Қытайда да бар. Иә. Сосын бүкіл орталық Азия мемлекеттерінде мысалы плов дейтін болсаң, барлық осы нелерде бар да. Африка континентінде де мысалы бар. Күріштің түр-түрі осы ет қосатын әртүрлі, мысалы жаңағы көкөніспен жасайтын. Соны ойлап қоямын да, сонда бізде даже өзімізге тек қана қазаққа ғана тән тамақта жоқ екен деген сияқты. Айдентика деген не ол? Бір жағынан адамға өзінің кім екенін білу маңызды сияқты. Себебі қазіргі мысалы глобализация кезінде мысалы көп қой, мысалы адамға адасып кету, мысалы информационный кретинизм дейді ма? Информация көп болғандықтан цифровой кретинизм дейді ма, сондай бір не бар. Таңдау жасау қиын. Кез келген ситуацияда өзіңді қалай ұстаймын, мысалы қай шешім қабылдасаң дұрыс болады, қалай дұрыс емес болады деген нәрсені таңдау өз қиын. Сол үшін өзіңнің кім екенін білсең, бір оңайлататын сияқты да. Меніңше осы біз кімбіз деген сұрақ қазіргі кезде біз глобалданып, жаһанданып жатырмыз ғой. Сол кезде маңызды бола бастаған сияқты да. Біз жаңағы мына жақтан да интернет бар, қазір барлығы бізге қолжетімді, әр жақтан жан жақтан бізге мәдени бір продуктілер, өнімдер келіп жатыр. Біз оның бәрін қолданып жатырмыз, бірақ біз өзіміздің өнім қандай деген сияқты сұрақ. Меніңше осы жаһандану осы сұрақты қозғауға тағы да бір себеп сияқты. Мен осыған қосып кетейінші. Осыған дейін мен бір кездесуде болған бір танысыммен, ол мүлдем зерттеулерге қатысы жоқ, өте бөлек медиа саласында істейді деп айтайын. Ол маған өте қызық ой айтты, глобализация туралы, иә. Қазір біз әбден жаһандандық деген сияқты айтты. Сондықтан қазір біз өзіміздің, орысша айтқанда, возвращение к истокам дейді ғой. Сол әйтеуір бір түп қазымызға келгіміз келіп отыр. Мүмкін біз оны деглобализация деп айтсақ бола ма? Яғни біз әбден, антрополог ретінде индира келіседі ғой, колониалды мимикрия, иә? Біз әбден мимикрияға ұшырадық. Яғни мимикрия деген не? Біз қазіргі отырғанымыз, смартфон ұстап отырғанымыз, киініп отырғанымыз барлығы мимикрия. Өйткені біз барлығымыз, енді мен ол термин жақсы көрмеймін, бірақ американизация, вестернизация дегенге кетіп отырмыз ғой, мысалы, күнделікті немесе капитализм. Мысалы, шетелге шықсаңыз киімде мысалы айырмашылық жоқ қой. Көшелерде де, кафелерде де мысалы ешқандай айырмашылық жоқ. Бірандай аутентика дейді ғой. Аутентика бір жоқ сияқты ма? Мысалы, Қытайдың бір солтүстігінде болмаса бір шығыс жағында бір кішірек қаласына барсаң, өте аутентичный. Ешқандай капитализм оларды өнімдер өзгерткен жоқ па? Өзгерткен жоқ. Күнделікті тұрмыс салтындағы мысалы заттарын, қолданатын заттарын өздерінің бір несін қолданады. Шынымен бағанағы капитализм дейді ғой, оларда да бар енді. Мысалы, сіз жаңа қаланың центрына барып, бір бургер жегіңіз келсе, 3 сағат айдап, сол жерге баруыңыз керек. Бірақ кез келгенде де сіз тек қана Қытайдың ғана тамағын табасыз. Сонда түсінгеніміз шын мәнінде қазіргі мынандай жаһанданып жатқан заманда да бәрібір өзіміздің бір ерекшелігімізді іздеу, ол бір қалыпты процесс, иә. Бірақ енді біз қазір identity деп қайта-қайта айтып жатырмыз. Мүмкін ол терминді біз қазақшалап аудару жағында ойлау керек шығармыз. Немесе аудару емес, мүмкін өзіміздің бір қалыптасқан ұғымдарымыз бар шығар. Мен негізі бірегейлілік сөзін қолданғым келген жоқ. Бізде қазір Қазақстанда ұлттық бірегейлілік деп айтады, ұлттық identity деген сөзді. Бірақ ол барлық кезге бір жақсы келмейтін сияқты көрінеді мен өзіме. Содан identity бірегей бола ма? Identity дек біреумен ұқсау ғана емес, біреуден ерекшелену. Ол да identity. Сондықтан да бірегейлік деген ол тек бәрін бірдей санау деген мағынаға ғана кетеді да, ол толықтай жаңағы сөздің мағынасын ашпайтын сияқты көрінеді маған. Сосын мен кімдік дегенді қазір қолданып жүрмін соңғы кезде. Кімдік, ол түріктерде кимлик деген терминді қолданады екен да. Содан кімдік дегенді айтсақ қалай болады екен деп ойланамын. Бірақ ол терминмен де әлі де мен өзімді бір комфортно сезінген жоқпын. Мүмкін бір орфоэпиялық бір түрлі естілетін сияқты кімдік. Мүмкін кімдік, бағана өзіңіз кіндік деп естіп қалдыңыз ғой. Мүмкін соған байланысты шатаса бастайды. Естілмей қалса кіндік деп естіліп қалады. Сол үшін шығар. Менде бір сұрақ бар. Мысалы, бұл енді терминология ғой. Мысалы, терминологияны аудару қажеттілігі бар ма? Бәрін қазақ тіліне.
Жақсы сұрақ. Иә, негізі барлық кезде аударылмайтын терминологиялар, Бірақ терминдер бар қараңыз, егер ғой. мысалы ағылшын тілін білмейтін қазаққа немесе орысқа немесе басқа ұлт өкіліне identity деп қалсаңыз, ол сізге қалай жауап береді? Орысша жарайды идентичность аздап түсіндіріп бересіз. Ал қазақша мысалы identity десеңіз. Бір жағынан мысалы қараңыз, енді медицина болсын, физика болсын, химия болсын, мысалы гелиум дегенді қазақшаға аудармаймыз ғой ешқашан. Ол да мысалы антропология, мысалы осы социальный ғылым болса да, бұл да ғылым. Иә, мысалы сіз Ол әлеуметтік ғылымның тайғақтығы ғой. Бірегей тек Бұл жерде қазір қызық болып тұрғаны, онда бізде оған қатысты антропология эмик терминология деген сөз бар. Эмик деген ол халықтың өзінің қолданатын қандай ұғымы бар деп. Маған жақында бір кісі айтты, қалып деген, ұлттық қалып деген терминді бір жазушы қолданған екен. Мен қазір ұмытып тұрмын кім екенін. Ұлттық қалып деп айтсақ қалай? Біздің қалпымыз деген сияқты. қалып деген форма деген сөз ғой. Форма дегенге келеді, иә. Сол қалай дейді. Меніңше бұл тақырыпта сол тілшілер де көбірек брейнсторминг дейді ғой, жасау керек сияқты да. Содан кейін фокусын бір зерттеулер керек. Халықтың сөзіне, мысалы ағылшынша identity деген айтқан оңай. Оңай. Қазақ тіліне, адамдардың тіліне бір оңай айтатын сөз болу керек та. Былай болмыс деген бағана айттыңыз иә, өзіңіз натура дегенмен селбеседі. Сондықтан қаншалықты болмысты identity деп айта аламыз. Қаншалықты кімдік дегенді айта аламыз, иә. Қаншалықты қалып дедіңіз, иә. Енді қайсың ыңғайлы болады? Андай белгілі бір нақтылық болу үшін жағы терминология бір халықаралық болу керек сияқты емес па? Артерия мысалы, иә. Артерия, барлық тілде артерия, Қытай тілінде енді ол басқа, енді бірақ басқа тілдің бәрінде артерия. Бірақ медицина ежелден келе жатқан терминологияға бағытталады ғой, грек тілдеріне. Ал мысалы бұл жерде біз қазір қайсына? Сонымен қатар мысалы әлеуметтік ғылымдарды біз енді қазақ тіліне, мысалы сіздердің зерттеу орталықтарыңыз, енді нақыштап халыққа жеткізіп отырсыздар. Оған түсіндірер алдымен бір мүмкін аудармалар беру керек. Анықтама беру керек сияқты, иә, мүмкін. Артерияны бәрі біледі, қай тілде сөйлесеңіз де. Иә, енді орысша қазір идентичность дегенді аударғанда оларға ыңғайлы болып тұр. Соны кейде мен өзім ол тақырыпта сөйлеген кезде сол идентичность дегенді де айтып қалам, көп айтып қалам. Сол кезде маған бір жетімді сияқты көрінеді адамдарға. Бірақ та, иә, осы сұрақ мені көп ойландырады, бірақ мен бүгін кімдік дегенді қолданып көрем. Сосын мынандай бар, identity деген ол бір, екінші identification деген. Ол біздің жаңағы ұлттық өзіміздің өзі кім деп санауымыз, ол негізі процесс, ол бір қатып қалған зат емес та, ол процесс негізі. Сенің ұлт ретінде кім деп танылуың бәрі негізі процесс кезінде, басқалармен қарым-қатынас кезінде шығатын дүние да. Сондықтан да, мысалы, identification дегенді кімдіктену деген сияқты бір қызық болып қалады да, сондықтан да кейбір моменттерінде ол да тура келмей қалады. Мүмкін оны идентификация деп қалдыра берсек дұрыс болмай ма қазақ тілге? Бір екідайлылық пайда болмай ма ол кезде? Кімдік сосын идентификация шатасады ғой. Соны бірақ бүгін көрейік. Мен жаңағыда кімдік дегенді өзім қолданып көргім келіп тұр, ал жаңа процесске келген кезінде мен идентификация деген терминді қолданамын. Бұл сұрақты Жадыра менен де сұраған, бірақ мен тағы да сұрағым келіп тұр. Онда ол identity дегеніміз, ол кімдік деген ол не? Мысалы, мен қазақпын деген, ұлттық кімдікті айтайық, деп егер айтатын болсақ, ол қазақтық деген ол сенде туыла бітетін жаңағы болмыс па, әлде ол уақыт өте келе жаңа социализация, адамдармен араласу процесінде қабылданатын қалыптасатын нәрсе ма, иә? Деген. Социализация кезіндегі ол social identity болмай ма, яғни әлеуметтік кімдік? Иә, соны қалай анықтаймыз? Менің сұрағым былай болған. Мысалы, сіз белгілі бір қасиет, мысалы, кімдік деген белгілі бір қасиет деп айтатын болсақ, сіз сол қасиеттермен толасыз ба? Болмаса, мысалы, сіз өсе келе, мысалы, опыт деген еді. Тәжірибе барысында, мысалы, көру барысында, оқу барысында бір қалыптасатын нәрсе ма? Мысалы, бағанағы бір оқыған кітабымда айтып кетейін. Клиффорд пен Джонсон деген екі философ бар. Сол айтады body theory and memory theory. Сол кезде, мысалы, денең сенің
сенсің. Сонда сен туылған осы денемен туыласың да. Яғни сені сен қылып анықтайтын нәрсе ол сенің денең. Болмаса одан кейін Клиффорд айтады, жоқ, сенің денең өзгереді, мысалы 4 айда бүкіл қаның ауысады, клеткаларың ауысады, сен 1 жылда басқа адамсың. Сол үшін сенің мынау consciousness дейді ғой, санаң сені сен деп анықтайды, кімдігің сенің санаң. Сол кезде яғни сен жағы санаң болатын болса, сен онда қанша сен өзіңнің туылғаның есіңде жоқ қой, мысалы сана 5-6 айдан кейін мүмкін пайда болады, сен анаңды уже есіңе сақтап бастайсың. Сол үшін онда ол туылатын емес, өсе келе тәжірибе бойынша жинақталатын нәрсе деген сияқты. Сонда contradiction тұр да. Сонда не ол? Ол менің ойымша қазір айтып отырғаныңыз ол жеке тұлғалық кімдік, немесе өсе келе қалыптасқанымыз ол мүмкін енді социалды ма, қоғамдық, қоғамдық кімдік дейді, қоғамдық дейді. Негізі бұл концепт, жалпы термин өте, осы туралы жазған адамдардың бәрі айтады, бұл өте multi-layered деген андай концепт, көп қырлы, солай айтады. Бірақ жаңағыдай уақыт өте келе сен өзіңді кім деп анықтайтының ол негізі әлеуметтік ситуацияға байланысты да өзгеру мүмкін. Сен мысалы қазір мына жерде отырғанда біз өзімізді қыздар болып әңгімелесіп отырмыз дегенге көбірек фокус қоямыз да, ал мысалы басқа елге шыққан кезде сен мүмкін өзіңнің қазақ екенін, қазақ қыздары деген нәрсеге көбірек жаңағыдай зейін қоясың да. Негізі ол жаңа мен өзімнің зерттеулеріме де негізделіп келген ойым, ол негізі әлеуметтік, ол үйрене келе жаңа бір қоғамда өмір сүре келе, сол қоғамдағы кейбір категориялармен сен өзіңді жақын санап, кейбір топтармен өзің жақын санап, солармен өзіңді идентификация жасайсың. Сондай ұғым деп ойлаймын. Себебі жаңа мен осы эфирге дейін әңгімелестік қой. Мысалы оңтүстік қазақстандық бір кісі африкалық азаматпен отбасын құрған, және одан отбасын құрғаннан кейін бір қыз туылған. Ол қызымен қазір ол оңтүстік Қазақстанда тұрады, және қызы сол жерде өсті. Ол қыз 20 жыл ма, қазір 25-ке келген қыз, оңтүстік Қазақстанда өскен қыз. Оның түріне қарап барлығы оны африкалық деп ойлайды, яғни жаңа body деп атсың ғой, сырт келбетіне қарап, Ал бірақ оның ішкі өзін-өзі санауы, менталды жағынан, жаңа өзім кіммін деп айтатын жағынан, ол өзін шымкенттік қазақпын деп. Жаңа неде интернетте бар, өзін қазақтың қара домалақ қызымын деп айтады. Яғни сен өзіңді кім деп санайсың? Сол. Сонда да адамдардың да қоятын категориялары бар да, сен өзіңді қазақпын деп санасаң да басқалар айтады, жоқ, ол қазақ емес деген сияқты. Яғни бұл өте активный дейді, белсенді процесс, жалпы идентификация. Ол кейбір ситуацияда сенің қазақ екендігің маңызды болып тұрса, басқа ситуацияда сен ол түк мүлдем қатысы жоқ. Мына жерде біз мысалы кәрістер тұрады, орыстар тұрады деп отқанымызбен, олар егер шетелге барса, оларды барлығы қазақтар деп айтады. Бірақ олар мүмкін өздерін қазақтар деп айтпау мүмкін. Олар мүмкін өздерін қазақстандық деп айтуы мүмкін. Қазақстаннан келген. Ал шетелдіктерге ол қазақ деген оңай болады. Өйткені Қазақстани дегенді, қазақстандық деген соза берген ыңғайсыз. Біз қазір сол туралы да сөйлесеміз, қазақстандық деген туралы. Қазақи болмыс деген болады ма? Ұлттық код, қазақи код деген болады ма? Ол бір жинақ қой. Ютубта бір мен проект көрген, ресейліктерді қателеспесем, оның аты культурный код. Мысалы, культурный код Грузии. Бір қыз, қателеспесем, ол Мәскеудің, бірақ ұлты бойынша грузин, этникалық код. Және ол өзінің мәдени коды, культурный кодтың не екенін айтады. Бұл жаққа сіз айтқан, мысалы, тамақ кіреді, түрі кіреді, немесе жер су аттары кіреді, тарих кіреді. Яғни бір мүмкін стереотипті деп айтқан дұрыс па екен, бірақ бір қалыпты жинақтар шығар. Ал мысалы, егер әрқайсыларыңызға сұрақ қоятын болсақ, сіз үшін қазақ болғаныңыз не? Бұл жерде мүмкін әрқайсына жеке бір тармақтар шығуы мүмкін. Мүмкін жалпы барлығына азаматтық тіл, ал бөлек-бөлек. Екеуіңізге сұрақ қоятын едім, мен қазақ деген не деген сол үшін. Мен қазақпын дегенде сіз оған ішіне не қосасыздар мысалы? Негізі қызық сұрақ, ол туралы мен басқалардан сұрап жүремін. Өзіме ол сұрақ қойған кезде не деп жауап беру негізі
қиын екен. Сыртқы белгілеріне келетін болсақ, ол туралы мен зерттеу жүргізген кезімде де қызықты бір неге қалай айтады, ақпаратты жинақтадым да өзім үшін. Қазақ деген ол не деген туралы адамдардың ойлары бар, ол бір бөлек. И на самом деле қазақ деген не екенін қабылдайтын іс жүзіндегі бақылаулар мүлдем басқа болып қалады. Иә, мысалы қазақты анықтайтын не деп сұраған кезде адамдар айтады, ол тілі, жаңағы бір белгілі бір руға жатуы, этникалық жағынан қарастырады. Ол жаңағыда әкесі қазақ, ол қанмен беріледі дегенді көп айтады. Тағы не? Тілден бөлек түріне мән береді, атына мән береді екен. И және осы жаңағы жинақтардың барлығы болса, ол адам онда қазақ. Ал мысалы ет жеу деген сондай стереотиптер қалай мысалы? Оны да айтады. Қазақ деген ет жеген, қазақ деген барлық уақытта жаңағы мінездеріне де не береді да, аңғал деген сияқты, ашық, ерінші, қонақжайды береді. Иә. Бірақ мысалы мен мысалы ет аз жейтін адаммын, жылқының етін жемеймін. Сол мен өзім туысқандарым айтады, қазақ емессің, метің жақсы болыпты. Енді қалай сонда біз қандай анықтаймыз іс жүзінде? Мысалы іс жүзінде мен ет жемейтін қазақпын, жылқы етін жемейтін қазақпын. Ал жалпы іс жүзінде мен by default бойынша жылқының етін жеу керекпін деген сияқты, да, ол да бір культурный кодтың, мәдени кодтың бір болмысы. Ол жаңағы менде көпіне сондай дискуссиялар болып қалады. Қазақ дегенге қатысты бізде жалпы бір имидж бар да, ол мынандай болу керек деп. Бірақ барлық уақытта ол адам ол критерийлердің бәріне келмеуі мүмкін. Мысалы үшін бізде орыс тілді, қазақшаны білмейтін қазақтар бар, бірақ олар өздерін тілді білмегендіктен ол категориядан шығарып тастамайды, олар өздерін қазақ деп санайды. Себебі басқа жағынан комплексті, ол қараған кезінде ол категорияға кіріп тұр. Бізде мынандай, ол да менің зерттеуімде болды да. Бір кісі айтады, мен қазақпын, паспортын көрсетеді. Мен паспортымда мен қазақ деп жазылып тұрмын. Және атым да қазақ деген сияқты. Бірақ басқалар, оның айналасындағы адамдар оған күдікпен қарап тұрады. Сен түрің қазаққа ұқсамайды тұр, сен фамилияң неге басқаша деген сияқты. Яғни оны жасайтын критерийлер ол өте, қалай айтады, flexible дейді ғой. Адамдарды біреуді қазақ немесе қазақ емес деп анықтауы ол өте бір гибкий. Ол аймаққа да байланысты болады, тұрмысқа да байланысты болады ғой, мысалы қалалық, ауылдық, орыс тілді, қазақ тілді бізде көп қой осындай поляризация. Содан кейін қай аймақтансың, қай облыстансың, барлығында әртүрлі критерийлер болады ғой, мысалы. Мен өзім көзім жетті да, яғни ойлау бір нәрсе бар, қазақты қазақ ететін нәрсе осы деп. Ал екіншіден іс жүзінде біреуді қазақ деп қабылдауың мүмкін, ол жаңағы сен айтқан критерийлердің барлығына сәйкес келмесе де. Осындай бір сол адамдардың басында қазақты кім не қазақ етеді деген әркімнің басында әртүрлі. Бірін-біріне ұқсамауы да мүмкін. Сол бағана сіздерге сұрақ қойдым ғой, сіздерді қазақ қылатын не? Әрқайсыңызды мысалы сізді қазақ қылатын не жадыра? Мені қазақ қылатын не? Осы сұрақпен мен кәдімгідей қиналдым ғой. Менен сонда, қазақтар сонда қандай деген кезде жауап бере алмай қиналдым. Сол үшін біраз оқисың да, сонда ұлтты ұлт қып анықтайтын не нәрсе деген сияқты. Сонда мен ойладым, тіл шығар. Тілі бәрібір адамды анықтау керек. Мысалы, тілге байланысты сіз адамның ойлау ойлау әдісі дейміз ба? Бір майндсет қой, сол майндсет тілмен анықтауға болады. Белгілі бір тенденция бар. Бәрібір, мысалы, ол Қытай болсын, ол Жапон болсын, болмаса неміс болсын, мен көп нелермен оқыдым да бірге. Мысалы, Алжир болмаса египеттік болсын, екеуі бір, мысалы, бәрібір арабтар сияқты ғой, бірақ егер сіз жақында араласатын болсаңыз, кәдімгідей түсінесіз екеуінің майндсеті екі бөлек екен. Сол үшін бәрібір адамда сол тіл бір фактор шығар анықтайтын. Енді былай қарасаң, біздің мемлекет өте көп ұлтты, әртүрлі тілде сөйлейміз. Тіл болғанда қазақ тілі, қазақтарды анықтайтын фактор ретінде. Фактор ретінде сол тіл бір variables дейікші. Ана тілі деп санауын. Айнымалы болсын.
Одан кейін функсигуан деген не дейді құрсын. Сол күнделікті андай бір тұрмыс тіршілігі бар ғой. Былай қарасаң бүкіл мынау СНГ халықтары бір нелер ұқсайды ғой бәрібір. Я бәрімізді бір біріктіретін орыс тілі болатын болса, Совет одағынан қалған бір әдетіміз бар, күнделікті жасайтын өмір сүру салтын бір функсигуан деген әдет. Күнделікті өмір быт, сол бытымыз бәрібір кішкене ұқсайды, бір белгілі бір сондай бір қасиеттері. Тамақ жасау, оның ішіне тамақ кіре ма? жасау несі, мысалы тамақ ішу әдеті болсын, мысалы Қытайлар тамақпен бірге су ішпейді. Одан кейін оларда десерт жоқ, мысалы жеміс жидек жейді. Тамақты сосын жаңадан дайындайды да, сосын ыстық жейді. Тамақ ысытпайды ешқашан. Сондай бір әдеттерді тағы бір жағы айналмалы дедіңіз ба? Сіздің әдеттеріңіз тұрмыстағы ол сіздің қазақтығыңыз, менің сол қазақтығым, сол әдеттерім, сол тілім. Сенде ол туралы бір ой бар ма? Менде бар. Одан кейін бар ғой андай бір пропаганда шығып еді ғой, түбім түрік, дінім ислам деген. Естімеппін. Сондай бір культ болды ғой, мысалы. Кім бастады? Білмеймін кім бастаған. 2000 сол қанша 8-2007-ден бастап әйтеуір менің ағаларым бәрі мешітке барып намаз оқып кеткен бір заман болған. Сол кезде әйтеуір көп соны еститін, түбім түрік, дінім ислам. Кішкене өзімізді бағанағы орыстардан бөліп бастадық, сосын түрік тіл кішкене азиялық нелерден, монғолдардан, қытайлардан өзімізді бөліп кішкене Орта Азияға тақау ғой, ол ислам десек. Орта Азияға тақап, сосын мысалы түбім түрікпін деген сияқты бір не шықты ғой, сондай тенденция. Менде өзім көбінесе айтамын да, Kazakhs is actually Turkic. Түркі тілдес, түркі неге жататын сондай халықтардың Сол кезде кішкене түсініктірек боласың ба? Түсініктірек боламын да басқа адамдарға. Себебі бір қыз болды Гонконгта, қазақ, бірақ түрі мынандай әдемі да, бидай өңді дейді ғой, қара емес, бидай өңді. Сосын сары емес, қара бидай өңді деген андай бір қоңырқай түсті, қатты қара да емес, ақ та емес, сондай бидай өңді түсі, талшын сияқты ғой. Сосын талшын деген кім деп. Талшынның фотосын қойып мына жерге. Сосын андай көздері кішкене дөңгелек емес, менікі сияқты, көздері былай келген, көздері жасыл, сосын сондай да түрі. Сосын ол қазақ, мен де қазақпын. Жағы адамдар кәдімгідей сонда конфуз болады ғой. Екеуің мүмкін сен аралас шығарсың деп ше маған. Сізді? Сен нең европалық ақ қой, шашың бұйра, сосын шашың сары неге деп. Сондай бір конфуз болады, сол үшін түсіндіресің де, түрікпіз, бірақ түрік болған үшін осындай сары шашты адамдар көп. Бірақ жағы Шыңғыс ханның несінен кейін, шабуылынан кейін осындай бір әртүрлі тайпалар бірігіп, мынандай қазақ хандығы құрылған деп әйтеуір түсіндіріп беремін. Сол үшін сені кім не қазақ қылады дегенде сол тілі, болмыс, тұрмыс. Содан кейін сіздің бет-әлпетіңіз. Бет-әлпет өзіңіз үшін қалай? Енді сізге мысалы қытайлықтар осыған ұқсамайсың, ұқсайтын деп өзіңіз мен бет-әлпет анықтайды деп ойламаймын, себебі бір-бірімізге мысалы үшеуміз қарап отырсақ бір ұлттың адамдары емес деп те айтуға болады. Егер шеттен біреу қарап тұрған болса, бір ұлттың адамдары екеніне сену қиын болады. Бірақ мысалы таяз ойлы болса, әйтеуір барлықтарың чайниз деп айта салады. Чайниз деп айта салады. Ойланбайды, Италияда көп солай чайниз деп сөйтетін ғой. Бірақ біз мынау қазақ вообще халқы әртүрлі мынандай тайпалардан құрылған біріккен сондай бір не сияқты да, сол үшін маған түрі анықтамайды. Мен өзім ағам мен інімен ұқсамаймын. Екеуі, мен ағам Цойға ұқсайды, әнші. Інім білмеймін енді, ол да бір қытайлық сияқты. Бізде де бөліп қойған ғой, жаңағыда өзбек реңдес, жаңағы орысқа ұқсайсың деген сияқты, үнділерге ұқсайсың деген сияқты. Сізде қалай? Қазақ дегенді анықтайтын ба? Мен жаңа айтпадым ба? Айттым ғой, бірден сен сол отбасыда дүниеге келгеннен кейін, бізде енді қазақтар патрилиниал деп айтады ғой. Келе жатқаннан кейін, ол солай. Меніңше сол отбасылық, сол туылғаннан кейін сен міндетті түрде ол тілде сөйлейсің әрине. Сен білесің, жаңағыдай
мынандай термин бар да, knowing the rules of the game деген сияқты. Қазақ болу ол қандай екенін білесің. Сен мысалы бір жерге келген кезіңде білмей тұрмайсың да, мен қазір не істеуім керекпін деген сияқты. Сен автоматты түрде жаңағы қазақтарға тән кейбір іс-әрекеттерді жасайсың. Келесің, сәлеметсіз бе деп амандасасың деген сияқты. Және осы әдеттер, оны менің ешқалай ойламауым, автоматты түрде жасауым мені қазақ етеді деп ойлаймын. Андай ғой, үйге келген қонаққа отырғызып шай бересің. Бұл біздің болмысымызға, сарықтың салып барасын кетерінде, мысалы, немістер өйтпейді. Орыстар да өйтпейді. Бірақ осы қазір айтқандарымызда менде тағы бір сұрақ туындайын деп тұр, бірақ сенің қосатының бар ма? Мен өзім үшін айтсам, менікі мысалы кейде ойлаймын бір түрлі. Азаматтық тіл жарайды, бірақ менікі мысалы психоэмоционалды бір қалай айтсам екен, ұлтыма деген орысша айтқанда привязанность дейді, ұлтыма деген жақындық бар. Мысалы мен домбыраны тыңдағанда, Нұрғизат Тілендиевтің Аққуын тыңдағанда мен отырып жылаймын кәдімгідей. Живу оркестр тыңдасам мен кәдімгідей өкіріп жылаймын, білмеймін неге екен, мысалы. Содан мысалы Қазақстан бетпақталда киіктер қырылып жатыр дегенге жүрегім ауырады. Өйткені ол менің жеріме деген ауыратын жүрегім, өйткені енді ол indigenous soul біздің аймаққа тән жануарлардың бірі. Сол арқылы сезінем қазақтығымды. Немесе тарихи маған бәрібір емес деп отырған көптеген тарихи тұлғалардың қазіргі таңда қалай оларды қалай айтсам екен, оларды таныстыруға болады деген сондай бір тұрғыдан. Мысалы ағартушылық тұрғыдан. Ал жалпы әрине ол мен үшін білмеймін, біріншіден азаматтық шығар. Азаматтық, содан кейін тіл білмеймін. Өйткені мен өзімді үш тілді қазақпын деп өзім үшін шештім. Әрине мен тілді жадыра дұрыс айтыңыз, сіз қазақ тілін білген, ол біраз бөлек сезінесіз өзіңізді. Бірақ ол да неге байланысты? Кейбір орыс тілді қазақтар, олар Сейфуллинді да, Майлинді да, Әуезов барлығын орыс аудармада оқып шыққан. Сондықтан бұл жерде мәселе тек қана тілде болып тұр ма? Ал мысалы қазақ тілді қазақ, ол Абай жолын бетінде бір рет ашпаған, қара сөздің бір-бірін оқымаған, сонда қаншалықты бұл жерде тіл ма деген сөз болады. Сол жаңағы айтып атқаным ғой, сен тілді сөйлемеуің сені ол категориядан шығып кетуіңе, қазақ деген топтан шығуыңа себеп емес деп. Бұрын осы біз мектепте оқыған кезде Абай демекші, Абайды оқымасаң қазақ емессің деген бір сондай сіздерде де болды ма? Қазірде де бар, айтылады кейбір жерлерде. Мен құдайға шүкір ондай естімегенмін. Жоқ. Өйткені ол кісілермен сондай естісем. Мүмкін ол да региональный емес пе? Қазақ тілді мектептерде болатын сияқты. Мен қазақ тілді мектепте оқыған, бізге әдебиет мұғалімім айтатын, Абай жолын оқу керек әрбір есеген этап сайын. Бірақ мысалы Абайды тек қана оқып қазақ боласың деп естімеппін ондай. Біз қазір біраз критерийлер, өлшемдерді айтып өттік қой. Енді дәл осының бәрін жасай алатын, бірақ та біз қазір этникалық қазақтық туралы көбірек сөйлескен сияқтымыз да. Бірақ та бізде Қазақстанда этникалық жағынан біз адамдарды әртүрлі топтарға бөлсеміз. Жаңа өзін кореец деп айтайық, кәріс. Ол кісі жаңағы біз айтқан өлшемдердің бәрін жасайды. Ол да домбыраны тыңдағанда тебіренеді, қазақ тілінде сөйлейді. Білмеймін, тағы да кейбір әдеттерді барлығын біледі да, бірақ сонда да қабылданбай жатады барлық кезде. Әлде ол қабылдана алады ма басқа қазақтардың тарапынан қазақ ретінде, егер сен жаңағы айтылған критерийлердің бәріне сай келсең? Менің ойымша керісінше қазір бізде қазақтар, біз қуанамыз ғой біреу қазақ тілінде сөйлеп қалса. Мен бір танысым бар, ол кісі этникалық орыс, қазір қазақ тілін өте белсенді үйреніп отыр. Ол бір подкастта айтқан, мен мүмкін атын айтпай қояйын, мүмкін ол ренжіп қалады атын айтсам. Бірақ ол айтатын, мысалы, сен қазақша бір сөз айтып қалсаң, бір рет сәлеметсің бе деші қазақи ортада, болды. Сен кәдімгідей свой болып сені қабылдайды, жақыным деп. Мүмкін ол кәріске біраз, былайша айтқанда, қоғамдық тұрғыдан жылырақ ортаға ауысу керек шығар. Мүмкін ол жүрген орта біраз енді қонақ жайлы емес ұлт тұрғысынан. Қабылдау дегеннің де әртүрлі түрі бар ғой. Мысалы, қабылдайсың, жылы ретінде, ой, қандай күшті қазақша сөйлейсің деген сияқты. Бірақ екіншіден қызын бермейтін сияқты ойланып тұруы мүмкін да, ол ертең басқа ұлттың баласын алып келеді деген сияқты. Мендегі қазір ой, бізде қазақ және қазақстандық деген жаңағы кімдікке келетін болсақ, қанша жерден жаңағы
қазақ тілінде сөйлеп барлық критерийлерге сай келіп тұрса да біздің жалпы этникалық қазақтардың этникалық түсінігі сондай, өзін өзі қабылдауы. Басқа жаңағы жарайды кәріс кісіні мысалға келтіріп қалдым ғой, ол кісінің атына қарап бәрібірде толықтай қабылдамайтын. Аты орыс па? Орысша ат қояды ғой. Орысша ат шығар, иә, егер қазақстандық кәріс болса. Иә. Этникалық жағынан айтып отырмын да, азаматтық жағынан емес. Ол қанша жерден бүкіл өлшемдерге сай келсе де қабылданбайтын, мен өзім зерттеуімде көзім жетті. Бір жағынан былай қарасаң, мен кішкентай күнде мен оңтүстіктемін, басқа ұлт өкілдерін былай қатты қабылдамайды. Мысалы, ол интеграция деп айтатын болсақ, сол топқа интеграция жасалу өте қиын. Өте қиын. Мысалы, біз кішірек кезімде мектепте бастауыш сыныптарда оқитын кезде кәрістер көп болатын, ұйғырлар көп, ноғандар көп болатын, садикте, мектепте көп болатын. Одан кейін осы 7-ші сыныпқа өткенде уже мектепте бірге оқитын сыныпта, мысалы, басқа ұлт өкілдері азайып, сонымен жоқ, кете бастап жоқ болып кетті. Одан кейін мысалы үйде осы қазақтан мықты ұлт жоқ, қазақтан жақсы ұлт жоқ. Мысалы мен араласпын кішкене, мама жағынан татар, өзбек аралас. Бірақ әке жағынан қазақ. Әке жағынан қазақ болғаннан кейін қазақсың ғой енді. Сол кезде кішкене андай татар, ұйғыр болмаса жаңағы өзбек кішкене қаным қызулап кішкене солай болатын да, неге басқа ұлт өкілдері жақсы емес, неге ондай деген сияқты. Бірақ кейін енді Алматыға келіп, одан шетелге шыққан кезде бағанағы стереотиптер жоғалып кетеді екен, болмаған да сияқты да. Бірақ егер осы тақырыпқа ойлана бастағаннан, мен кішірек кезімде кәдімгідей бөлетін. Ой, ұйғыр ғой, орыстың бір қызын алыпты, масқара деп тұрып, әйтеуір апалар отырып алып солай қазір де бөледі енді. Бірақ қазір енді біздің өмір сүріп жатқан мынау қоғамымыз енді ондай адамдар жоқ сияқты, аз сияқты. Болмаса менің айналамда Сіз жақсы ортада жүрсіз. Менің айналамда жоқ болмаса ондай адамдар. Мысалы шетелде оқыған кезде орыс кәріс группаластарым болды, бірге тұратын. Сосын үйлеріне қонаққа барған кезде отырғызып қойып, міндетті түрде шай береді, жағы бірдеңке тәттісін шығарып солай жақсы қонақжай күтеді да. Мысалы Россияның орыстары бар, үйіне келсең келіп шаруаңды айтасың да қайтып кетесің. Сонда айырмашылығын қарасаңыз, аналарда тура біз сияқты сондай қонақжай, бір бағанағы ұқсас бір нелеріміз бар, қасиетіміз бар да. Сон бір жағынан оның орыс болмаса кәріс деп қарамайсың. Ондай мүлде андай бір бөлінушілік жоқ та ешқандай. Бірақ бұл жерде сіз ойламайсыз ба, бағана мысалы айтып кеттіңіз ғой, қайсысын айтайын деген мен? Қазақи жоқ, тіл емес. Біз қазақ ұлы ұлтпыз, тек қана қазақпыз, және осы Қазақстан қазақ үшін деген, мүмкін ол біздің тарихи оқиғаларымызға байланысты шығар, өйткені отаршылдық саясаттың салдары бар, кеңес үкіметінен шыққан. Сондықтан біз өте өзімізді әлі де ағылшынша vulnerable, былай өте сезімталмыз әлі. Өзіміздің ұлттық бір қалай айтсам екен, келбетімізді әлі бір анықтап бір аяқтаған жоқпыз. Қазір біз сол сатыда тұрғандықтан бірден қорқамыз, шабуыл жасаса біреу. Айтып қалса, мысалы, тілді білмейсің, содан бірден бізде бір анандай защитный механизм болып қалады. Біз өзіміздің қазақтығымызды әйтеуір бір қалай сақтап қалғымыз келеді. Мүмкін сондықтан орыстан қыз алды, немесе қызымыз неміске үйленді деген енді сескендіреді отбасы, әсіресе үлкен кісілерді. Өйткені олар кеңес үкіметінде көрген барлығын, мысалы тілдің қолданылмауы, немесе ұлттық құрам бойынша біреуді қудалау деген сияқты. Оларға қорқынышты, олар мүмкін сақтап қалысы келеді. Бізге енді салыстырмалы түрде тыныш ортада өмір сүріп жатқанда қазір өзгеріп бара жатқан сияқты. Мүмкін. Ол да болуы мүмкін. Жаңағы адамдар жалпы эволюциядан сондай өзін өзі сақтап қалу, жаңағы комфортты ортада өмір сүру және бала ұрпағын солай жалғастыру барлық уақытта меніңше ол бір табиғи реакция сияқты. Қазір мен осы тақырыпта сөйлесіп отырып, өзімнің диссертациямдағы қорытындым есіме түсіп кетті. Қазақстанда әртүрлі этникалық топтар тұрады. Жаңағы қазақстандық, барлығымызға ортақ
identity, кімдікті біз қалай қалыптастырамыз деп мен көп ойландым. Және өзім адамдармен сөйлесемін, олардың ойларын біле келе мен мынандай қорытындыға келдім. Интеграцияны жалпы жасаудың, интеграцияланудың 3 жолы бар екен этникалық топтар үшін. Ол біріншісі жаңағыдай айтып жатырмыз ғой, этникалық қазақ ретінде қабылдану өте қиын басқа ұлттарға. Бірақ ол мүмкін. Себебі жаңағы аралас отбасылардан мысалы қазақтың қызына үйленіп не болмаса қызын қазаққа беріп деген сияқты оның балаларынан бізде заңды түрде жаңағы ата-анаңның екеуінің біреуі этникалық қазақ болса, сен паспортында қазақ деп көрсете аласың. Сондай бір тілді үйренеді, жаңағы аттарын қазақшалатып жазады деген сияқты. Сондай бір жолы бар екен. Оны да мен бір жаңағы coping strategy деп айтам да, бір үйрену, бейімделу, қазір Қазақстанның реальности дейді ғой, шындығына бейімделудің бір жолы деп қорытындыға келдім. Екінші жолы барлық адамға ол возможно емес, мүмкін емес. Өзінің жаңағы несін өзгерту, паспорттағы не болмаса жалпы толықтай өзінің идентичностін өзгерту. Және олар оны қаламауы да мүмкін. Неге мен жаңа өзім ұмытып кетуім керек, өзімнің менің де этникалық өзімнің кімдігім бар деген сияқты. Ол кезде, ол жағдайда мысалы өзбектердің мысалында айтатын болсам, жоқ, мен өзбекпін, мен тамаша мысалы білмеймін жаңағыдай тамақты жасай аламын деген сияқты бір кафе ашып деген сияқты. Не болмаса қолдарынан өте менің қолымнан тамаша жөндеу жұмыстары келеді. Сондықтан да бізде Шымкент жақта өте кең таралған жаңағы түсінік, өзбектер жақсы жасайды, барлық нәрсені ұқыпты жасайды деген сияқты. Сондықтан да ол ниша өзіңнің. Сен сол өзіңнің identity кімдігің арқылы сен сол өзіңнің нишаңды иеленіп отырсың да. Ал егер мысалы өзбек болып фельдшер болғысы келсе, әрине ашқысы келмейді. Жоқ, ондайда негізі мен бір байқағаным, жаңағы фельдшерлік тігін ісі, медик, медицина саласындағы жұмыстар, тігін, жаңағыдай шаш қию, тағы қандай бір қолмен жасайтын істер бар ғой. Солардың көбісіне жаңағы өзбек отбасылар өздерінің балаларын беріп атқан көп көрдім да. Оны да мен жаңағы не деп қарадым, жаңағы стратегиясы дейді, coping strategy деп айтып жатырмын, оны стратегия деп аударған бір түрлі көрінеді. Бейімделудің бір амалы, иә. Жаңағы балам ертең ол мына саясатқа барып, ол үлкен бір жетістіктерге жетпейді, одан да ол өте тамаша жаңағы медицина саласының дәрігері болсын. Дәрігерлікпен ол жаңағы өзінің қалаған жетістігіне жете алады деген. Сонда бір оның ұлттық болмысын талғамайтын бір бейтарап бір ортаға жергісі келіп тұр ғой, иә? Мысалы саясат деген біраз қиынырақ. Бізде, яғни ол нені айтады, саясатта бәрібірде оның ұлттық несіне қарайды, кім екеніне, иә. Ал үшінші бір несі, жаңағы бейімделу амалы, жақсы не айттың, термин айттың негіз қазақша. Ол жаңа қазақстандық ретінде өзін көрсету. Мен, осы жерде тудым, мен жаңағы өзбек тілін, ана тілім, мен өзбекпін, бірақ мен қазақ тілінде де сөйлей аламын, орыс тілінде де сөйлей аламын, және мен ағылшын тілінде үйренгім келеді. Яғни қазір кезде Қазақстанда жаңағыдай өзіңе мүмкіндікті беретін, осы жерде азамат ретінде барлық мүмкіндіктерді ашатын скиллдар дейді, қабілеттердің бәрін үйрену арқылы ол өзінің жаңа идентификациялау несін, ортасын кеңейтеді. Сонда мен 3 түрлі жаңағыдай бағытты көрдім, амалды. Бағана ең бірінші бағытқа қосайын дегенім, мысалы бір досым бар, сол Назарбаевта оқыған. Енді көп құрбылары жаңағы шетелдікке үйленгенде, көбінесе жаңағы қазақтың қыздары сол шетелдікті осы жерге алып келеді екен. Енді ол оның жеке көзқарасы ғой, енді бірақ статистиканың қандай екенін білмеймін. Білетін бір 7-8 адамды айтты маған. Барлығы жағын алып келеді. Бір жағынан ол жақсы дейді. Алып келеді тұрғанға ма? Осы Қазақстанға жаңағы permanent residency алады, көшіп келіп, қазақстандық азаматқа айналады. Мен де өзім бір 4-5 дос құрбыларым бар, осы неге Қазақстанға алып келген. Сол айтады да, бұл бізге жақсы адами ресурс алып келіп жатыр дейді.
Қазақстанның дамуына өте үлкен жаңа кадр деп бізде адами ресурс өте аз ғой. Сонда ол қыздар үлес қосты ғой қазір. Үлес қосып жоқ, көбінесе ұл бала ғой, бағанағы таң қалдым да, жаңа баланы естіп отырмын да, негізі біздің ұл балалар не емес па, біздің қыздар шетелге беруге болмайды, андай бір көбінесе протест жасайды ғой, қарсы. Бірақ ананың айтқаны сондай маған бір қызық болды да, сондай бір адами ресурсты көбейтіп жатыр ғой, керісінше айтқанда жақсы деген сияқты. Сосын негізі мен бүгін қозғағым келген тақырыптардың бірі, сұрақтардың бірі қазір жастардың арасындағы өзін өзі іздеу, кім екенін сол туралы. Камила, сен жастар туралы зерттеу жүргізіп жүрсің. Қандай қазір трендтер бар? Жаңағыда өзін қазақ ретінде, не болса қазақстандық ретінде анықтау бойынша. Мен бағана айтып кеттім ғой, менің енді әрбір достарыммен, таныстарыммен кездескенім, әрбір диалог мен үшін зерттеу. Қазір сіздермен сөйлесіп отырғаным, ол мен үшін зерттеу. Әсіресе жаңа адамдармен танысқан тым, Мен зерттеуім қысқаша айтып кетсем, ол 21-ші жыл істеген, ол конференция үшін шағын постерға арналған зерттеу. Ол жерде адам саны көп емес, көбінесе Алматы, астаналық, көбі Шықодан, Өскеменнен. Былайша айтқанда менің былай сноуболинг сэмплинг дейді ғой, таныстарым арқылы өтіңіздер, маған тезірек постерға результат керек деген, Бірақ жалпы тренд сол. Қазір жаһанданып әбден жаһандандық. Енді бір өзіміздің ұлттық болмысымызды іздейік, Өзіміздің, мысалы, қазір неге өте бір Казах Репаблик сияқты сөз, енді брендтер, өте бір үлкен, былайша айтқанда. Енді қалай айтсам екен, олардың қолданбалы клиенттер көп, немесе қазір қазақ тілді музыка. Мен бір мақала оқығам, 91 қазақ тілін дамыту үшін үкіметтен үлкен үлес жасады деген. Мүмкін егер тіркеп қойсаңыздар ол авторды, өте бір керемет мақала. Ертең мен олай ойлайды деп айтып жүрмеңіздер, бірақ жалпы мақала. Ол негізі өте қызық нәрсе. Қазір жастардың барлығы бір оңай өздеріне күнделікті тұрмыста қажетті музыка арқылы, өнер арқылы өзінің қазақтығысын танып білгісі келеді. Және өткен жолы мен барған доп сөз подкастына, мысалы, өте мен күтпегем сондай бір қызығушылық болады деп. Маған кәдімгідей біздің құрдастарым жазады. Мен үшін қызық, кітап айтып беріңіз, қандай кітап оқуға болады, кімді оқуға болады, кімді тыңдауға болады. Өйткені өте бір сондай интеллектуальный голод дейді ғой, кәдімгідей енді біздің азаматшылар соны мұқтаж, өзінің тарихын білуге. Сондықтан әсіресе 20-шы ғасырдың тарихы. Ол біріншіден менің жеке ойым, 20-шы ғасырдың тарихы мен үшін өте қызық. Бірақ сонымен қатар ол жас қыздар мен ұлдарға өте қызық болып тұр. Өздерінің бір этникалық болмысын, этникалық емес, ұлттық болмысын зерттегенге. Өйткені олардың арасында біз тек қана этникалық қазақтарды алып тұрған жоқпыз. Менің зерттеуімде, және жалпы бұл тренд қой, егер сен этникалық қазақ болмасаң, сен өзіңді әлі де қазақстандық көріп тұрсың. Мүмкін оларды қазақ болып қабылдамағаннан ба, инклюзия болмағаннан ба, өткендегі сұрақ. Тренд, содан көріп тұрмыз ғой, енді өзіміздің ұлттық болмысымызды анықтағымыз келеді, оның компоненттерін анықтағымыз келеді. Мысалы, біз де сол салада зерттеу жүргізгенімізбен әлі де былай нақты жауап айта алмаймыз. Ойланамыз, әркім өзіне ыңғайлы істейді. Оның стандарты болмайды әрине. Бірақ қаншалықты мысалы тіл мәселесі, дін мәселесі мүмкін, әсіресе қазіргі геосаяси жағдайда өзінің болмысыңды бір қорғап қалғың келеді, немесе оны анықтап алғың келеді. Сондай бір қызық кезең, көрейік енді қалай болатын ары қарай. Мен өткен жолда айттым, көп айтып келем, үлкен бір ел аралық, ел болып жасайтын үлкен зерттеу керек. Соны айтқым келіп тұрған, негізі зерттесек, мысалы айтып жатсың, Шығыс Қазақстаннан, Алматы мен Астанадан жасадың. Маған қызығы оңтүстікте, батыс жақта жаңа қазақша сөйлейтін адамдардың арасында осындай өзі іздеу, поиск идентичности бар ма, жоқ па? Ол салыстырып көргенде меніңше шығатын сияқты да, кімдерге ол өзекті болып жатыр деген сияқты. Әсіресе мысалы басқа ұлттарды әсіресе алу керек. Өйткені ол алдыңғы сұраққа тіреліп тұр ғой, біз оларға қалай көмектесе аламыз, өздерін азаматша ретінде, қазақстандық ретінде қалай, біз инструменттер қандай, олардан сұрауымыз керек. Мен мысалы жасаған сауалнамада өкінішке орай орыс ұлты болды, украин, татар ұлттары болды, бірақ олар көп емес. Мүмкін олармен бір көбірек интервью жасасақ, оларға көбірек сұрақ қойсақ, біз анықтай аламыз. Бірақ ондай сұрақ керек. Өйткені қазір сұрақ көп, айтып тұрмын ғой, жауап аз, бірақ жауапты алу үшін көбірек сұрақ қою керек әлде.
зерттеулер негізі аз сияқты, иә. Мен интернеттен шарлап көп нәрсе таппадым. Жаңа соңғы зерттеу, мысалы Дина Шарипова мен Серік Бейменбетов Фридрих Эйберт қорының қолдауымен олар зерттеу жазған. Бірақ ол тек қана жастар туралы. Ол жерде барлығы қамтылған. Жұмыс, тұрмыс, болашақ деген сияқты саяси көзқарастар. Ол жерде өкінішке орай ол туралы көп айтылмаған. Соңғы қателеспесем, сол Фридрих Эйберт қорының қолдауымен 15 жылы молодежь Центральной Азия деген зерттеу шыққан. Содан кейін мысалы Марлен Ларольдің кітаптары бар, Назарбаев Generation, яғни Назарбаев ұрпағы емес енді. Назарбаев президенттік еткен замандағы жастар. Мен де соны айтам, иә. Біз соған жатамыз ғой. Біз ол кісі президент болғанда туған кісілер. Өсіп үлгердік. Иә. Сондықтан сондай зерттеулер көбірек болу керек. Мүмкін тек қана зерттеу ғана емес. Мен қысқаша бір жоба айтқым келеді, бір жоба туралы. Я Казахстанец деген 2016-та ма, білмеймін, оны көп адам көрмепті. Ол Никонның рекламалық ролигі шыққан 1 мамырға. Қателеспесем, оның авторы қазіргі блогер Азиза Айбадуллина, Твик Байзизу. Ол кісі істеген Я Казахстанец деген жоба. Бұл жерде көбінесе енді инфлюенсерлер, ол кісі мүмкін өздерінің таңдап алған кісілері әртүрлі этникалық топтар өздерінің тарихын айтады. Иә, бір минуттық роликтер. Мысалы, я грузинка, я азербайджанец, я кореец, одан кейін Лидо деген әнші я метиска деп шықты. Өте қызық. Орыс тілінде. Бірақ ол жерде өте қысқаша әрбір ұлттар, мысалы шешеннің қызы өзінің бір қысқаша тарихи отбасының тарихын айтып отыр. Біз осылай жылы депортацияға ұшырадық, сөйтіп. Мүмкін олардың интеграциясының бір инструменті ол ағартушылық. Яғни қазақтарға кәріс, мысалы бағана өзіңіздің айтып өтіңіз ғой, мысалы кәріс азаматы. Ол кісілер қайдан келді? Ол кісі, мысалы кім біледі қазір кәрістер кезінде Үштөбеге жер аударылған. Ол жақта олардың орысша айтқанда землянкалар бар. Я сол жақтан келді, амалсыздан келді, еркенен келген жоқ деген сондай бір көбірек енді бір ақпараттық түсіндірушілік болса, мүмкін оларға деген көзқарас өзгере ме, интеграция жақсы жүре ме деген сияқты. Японский оккупациядан қашып Россияның жеріне барып, сосын Россия бөлінеді емес па, Корея, оңтүстік, солтүстік болып, сосын Россия өзінің кәрістерін біздің жерге аударады ғой. Сондай, иә. Сон бір жерден оқығам сондай бірдеңке. Қызық жерден аяқтағым келіп тұр. Себебі жаңағы интеграция жасау менде де сұрақты көп тудырады, иә, бізде әртүрлі этникалық топтарды қалай интеграция жасаймыз деп. Ол туралы мен тағы да жеке подкаст жазғым келеді. Сосын мен жаңа зерттеулер жасау керек дегенмен келсем, шын мәнінде білмеймін, әлеуметтанушылар, мәдениеттанушылар бар, антропологтар бар. Иә, осы тақырыптарды біз көбірек қозғап зерттесек, өзіміздің қоғамымызды көбірек түсіне аламыз деп ойлаймын. Ағартушылық көп керек қазір. Иә, және оны осылай бөлісіп ойларымызбен көбірек көпшілікке ұсынсақ, меніңше адамдар да жаңа осы тақырыпта ойланып, мүмкін ойларын жазып, және құнды ақпарат алады, тексерілген. Мәдени ағартушылық өте керек жастарға, себебі қазір жастар не істейді, кафеге барады, қыдырады. Қыдыру енді кафеге бару жаман нәрсе емес, ойла қалмаңдар. Бірақ көбінесе андай бір тозу бар сияқты да, не жағынан бізде өте мәдениет жағынан. Мүмкін ізденіп таппай жатқан шығар ақпарат. Ізденіп мүмкін таппай жатқан шығар. Бірақ ізденгісі келеді. Иә, потенциал өте жоғары. Сол ғасы сияқты ғалымдардың. Сол үшін қыздар қуанып отырмын сендердің келіп ойларыңмен бөліскендеріңе. Шақырғаныңа рахмет. Бірақ сағат мен үшін бір 15 тез өтіп кетті. Тез 1-2 сағат отыратын қызық әңгіме болды. Я жалғастыра беретін шынымен де тақырып, бірақ посттар жазып, Камила, сен өзің жазып тұрасың, ол тақырыпта жиі оқып тұрайық, жаза бер. Я, және Күлтөбе подкастын бүгінгі санын осымен аяқтаймыз. Рахмет.